Қазіргі уақытта ұйықтататын дәрілердің 100-ден астам түрі бар. Сондай-ақ олардың барлығы денсаулыққа оң ықпал ете бермейді. Кейбірі адам эмоциясына әсер етеді. Дәл осындай жағдай елордалық Мөлдір Серіктің басынан өтті. Ол күніне 2-3 түйір дәрі ішеді. Алайда біраз уақыттан кейін иммунитеті нашарлап, дәрігердің көмегіне жүгінді. Мен студент болғандықтан, осындай кейбір кезде болады, сабақтардан шаршау деген болады. Және де сол кездерде кофе ішемін. Кофе ішкеннен кейін осы таңертең тұру қиын болады. Және де мен оны назар аудармайтынмын. Күніне 1-2 дәрі ішіп жүре беретінмін. Бірақ соңғы уақытқа қаратай өте қатты шаршаңқы сезімдер болады. Барбитал, барбамил, пиперидин және этаманил натрий. Бұлар ұйықтататын дәрілердің құрамында болатын химиялық қоспалар. Сомнолог дәрігер оларды ішкен кезде сақ болған жөн дейді. Себебі дәрілерді өз бетінше қабылдаған адам уланып қалуы мүмкін. Ұйықтататын дәрілердің басым бөлігі бізге наркоз секілді әсер етуі мүмкін. Осының салдарынан адам күндізгі уақытта функционалдық жайсыздықты сезінеді. Содан күндіз шаршап, әр нәрсеге ашуланып жүреді. Мұның соңы дәріге деген тәуелділікке алып келеді. Ғалымдар ұйықтататын дәрілерді 3 топқа бөледі. Бірінші, психотропты ұйықтататын дәрілер. Бұл дәрі-дәрмекті дәрігердің рецептісіз қабылдауға болмайды. Себебі ол көңіл күйімізге айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Салдарынан адам психологиялық соққы алып, ұйқы безі зақымдалады. Екінші, антигистаминдер. Антигистаминді препараттарды мөлшерден тыс ішкен адамның ұйқысы қанбайды. Одан кейін жүйке жүйесі жұқарып, аллергиялық реакция пайда болады. Бұл дәрілерді мамандардың кеңесі бойынша ішкен жөн. Үшінші, табиғи өсімдіктен жасалған дәрілер. Табиғи өсімдіктен жасалған ұйықтататын дәрілердің еш зияны жоқ. Себебі олардың құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер бар. Мамандар ұйықтар алдында мелиса, жалбыз және лаванда майын шайға қосып ішсе, ұйқы жақсарады дейді. Жалпы ауыр патологиясы жоқ адамдарда ұйқысыздық неліктен дамиды. Біріншіден адамды өте көп мазалайтын ойлар бойына алады. Олар өте қатты адамға әсер етіп, оның мазасын қашыртып, ұйқысыздыққа алып келеді. Одан қалай арылуды адамдар көбінесе білмейді. Екіншіден, көптеген жанұядағы, сосын жұмысындағы стресстік жағдайлар. Бұл кезде не істеу керек? Біріншіден, осы ойлардан, эмоциядан арылу керек. Ол үшін арнайы техникалар бар. Соларды қолдансақ, адам тынышталады. Психологтар ұйқысыздық өмір салтын өзгертумен қатар жүрек, қан тамырлары ауруларына әкеліп соғуы ықтимал дейді. Ондай жағдайда ұйықтататын дәрілерді өз бетіңізбен қабылдамаңыз. Сомнолог дәрігердің кеңесімен ғана ішкен дұрыс.